Кайрылуу таң болуп аткан iş. Buradan attım pep sanmıyorum. Canım yıktı vardır. Uçonyo. Şimdi bari yıktı vardır bizden başka. Bağladım baş. Bağladan karaş bölük. Алматыда газ емес, тап-таза. Негізі ауыл күшті. Бірақтан дейді, әбден қала үйреніп қалсаң, ішің пысып кететіні бар. Атак балабақша үйім жанында. Үй енді анау айтқан пиздес емес енді. Қатты көңіл бөлмедім оған. Негізі мынаны салып, мынаны полны құртамыз дегенбіз. Мына жақта 3, 6, 7, 8 комната ғой. Байдан шығын. Мынаны құртамыз деген едік. Сосын мынаны ішін папа өзіме деп жөндеп тастады. Мына жақты құртайын деп жатқан кезде мына 3 комнатаны ішін жөндеп тастады. Қалды ғой в общем. Пайда мына жақты бұзып, дәу 2 этаж салатын планда бар. Бір өзіме қатты оңайтын осы бау қойын. Бөлек қой, бөлек. Мына жақта сарайлар бұзу керек, мына сарайды бұзу керек. В общем, мынау негізі ат қора ана жерге кийтін ба, сондай ұзын болатын. Аттарды сатқаннан кейін қысқарып жатыр ғой жай. Пайда мынаны полны бұзып, дәу қылып салу керек. Жаны! Ой, жан. Тфай. Сас көтетін барды ұстамай қойшылған. Тфай. Биік әйтер бұл. Алмалар бөлек қой бөлек. Қайырлы таң атак. Тұрыңдар, ей. Өткен мына жерде ұйықтап қалғанбыз балдармен. Міне, короче, неден келдік, караокеданша. Сонымен мына жерге короче төсейміз ғой балдармен. Мына жерге төседім. Ана жақтан көрі свет тартып, мынаның үстіне фукс. Мына жерде отырып, кайф демалған жайымыз бар енді. Жап-жасыл. Бүгін погода чөтке болатын сияқты. Бірден сағат 5:30-дарда күн шыға бастайды екен бе ауылда. Прям уақыт болып қалыпты уже. Ұйқым келіп тұрған жоқ бар емес па. Ауылда шыны керек қандай тірлік болмаса, ұйықтайсың, телевизор көресің, басқа не істейсің. Бір нәрсе ашуым бар енді. Бұйыртса бір бизнес бастайын деп жатқан жайым бар. Кто не рискует, тот пьет шампанское дейді ғой, сол сияқты. Бірдеңе істеу керек. Ауылда осындай уақытта пата шығады. Так, мына қарай сиырлар кетеді, жылқы бағатындар жылқы бөлек алып кетеді, қой бағатындар қойға алып кетеді, короче. Мынау былайда бізде достық көше. Біздің көше Нұрлыбек Қоштаев. Мына мусор шарып қойған, короче. Мусор жинайтын алып кетеді. Былай қарай Абай көшесі, короче. Үй жағына дұрыс қарамай атсың, үй бірдеңе деген, короче. Біраз адамдарда бар, негативный адамдар бар ғой енді. Бізде де көптеген әңгіме айтатын. Бұйыртса өзгеріс болады енді, конечно. Енді үйлендік қош. Оғайдың вообще ойда болмаған. Мына елдің бәрін жөндеймін, мынаны бұзамын, бүйтемін, план көп қой енді. Бұйыртса жаймен істеймін соның бәрін. Атак. Шүкір Алла. Деп тұрған жайым бар. Ботаны айтамын да, өз Вьетнамда қаңғырып жүрсе де. Бота деген шлеп менеджер ғой. Бұйыртса достар, июньнің 2-сі күні біз Диана екеуміз медовый месяцқа Турцияға ұшатын боламыз. Анкараға. Июньнің 2-сі, осы июньнің 2-сі. Бір аптаға демалып қайтамыз, короче. Сол, Турциядан көретін бізді қолдаушыларымыз күтіп алыңыздар Анкарадан депші. Жонышқа кеттік. Тұрған жайы бар енді.
Баспен ұрман ғой жерін, жық. Ұстадыңдар ма өзі? Бір қара сол тұсында. Өстіп, таңадан мен конный ма? Конный. Атпен серуендеп шыққан жайым барды. Рахат қой, рахат. Ауына қалай өтті. О, не хабар қайтамыз қазір. Жануар.